Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар сіздер? Мен бүгін жасұлан достар, короче, даусым мама бермеңдер, кішкене тамағым ауырып қалған болатын. Ал кейін біз бүгін видеода көргенде Аликизет деген қазақ ютуберінің қорқынышты факттар, қорқынышты онда әсерлі, қорқынышты жасырын моменттерін айтатын боламыз. Көбісі ешкім білмейтін даже. Біріншіден бастайық. Ал сіздер болсаңыздар, менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен өз видеомды бастаймын. Кеттік. Бірақ достар, мен алдын ала сіздерге ескертіп қояйын. Мен бұл видеоны Аликизетті жамандау мақсатында түсіріп жатқан жоқпын. Жай ғана факттарын айтатын боламын. Біріншісінен бастайтын болсақ, инстаграмны, яғни Аликизеттің инстаграмын іздейтін болсақ, кіреміз. 114 подписчигі бар. Сіздер сенбей жатқан шығарсыз, бұл емес оригинал деп. Оригиналында мен өйткені ютубта аппараттың описаниесінде осы инстаграм. Яғни осы инстаграмның атын қарайтын болсақ, Алиутка деген байқайсыздар. Оны көбісі түсінбейді, не үшін олай қояды, не үшін бұл не деген мағына екен көбісі келеді. Былай түсініп қалады. Ал енді сол мағынасын айтайын, мен түсінген болатын. Алиутка дейтін оның ютубта ең алғаш түсірген видеосын білесіздер ме? Яғни ол Welcome to Kazakhstan дейтін. Солдағы сөйтіп, короче, ютубқа ең алғаш келген кезіне отсылка істеп, осылай өзінің атын осылай әлі күнге дейін осылай сақтап қойған. Алиутка дейтіп қылып. Мінекей дәлел, ең алғашқы 8 жыл бұрын шыққан видеосында үйде жасамба ойнадық. МТА ойыннан. Короче, осындай МТА ойыннан ол Welcome to Kazakhstan дейтін серверде алғаш видеосын түсірген болатын. Өзінің достарымен тығылыспақ ойнап. Енді ол өзінің инстаграмын және басқа заттарын осылай OTK дейтін затпен ашады. Яғни ең алғашқы видеосына отсылка ютубқа келген кезін ұмытпас үшін. Мысалы, бұл фактты көбісі білмейді. Мысалы, сіз білесіз бе? Ал енді келесі кезекті екінші фактымызға, страшный екінші фактымызға көшетін болсақ, бұл Аликизеттің аккаунты жайлы болмақ. Ал ендеше қандай факт екенін көріңіздер. Басыңдар, каналға тіркеліңдер, смело осындай историялар ұнайтын болса, және де екінші канал, үшінші канал, төртінші канал аштым достар. Төртінші каналға да смело төртінші канал аштым достар. Төртінші каналға да достар, енді сіздер түсінбейді, қандай төртінші каналды отқан шығарсыздар. Негізгі Аликизеттің тек 3 қана аккаунты бар, бірақ та ол бұл осы видеосында менің 4-ші арнам бар деп айтып қойыпты. Бірақ та оның 4-ші арнасы жоқ қой. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жасырын фактты әрі қарай зерттедім, және де көріңіздер. Бірақ та достар, ол видеоның описаниесіне кіретін болсақ, ол өзінің аккаунттарын ссылкасын салып қояды подписчиктер үшін. Енді 4-ші каналым дегенде мұнда көруге болады. Соған кіріп көретін болсақ, осындай бір аккаунтқа бізді жібереді. Бұл каналда 100-ақ подписчик бар, бірақ та бұл аккаунт қазір қайда жоғалып кетті, не үшін Алик мұнда видео түсірмейді, бізге сол қызық өзі айтқаннан кейін. Бірақ та мұнда бір күдік тудыратын бір YouTube Shorts видеосы бар. Ол Shorts бейнесін көретін болсақ, бір екі қыз бейне тренд түсіріп тұрған екі қызды көруге болады. Ал енді мұнда менің айтқым келгені сонда, бұл канал не? Аликизет бізге жасырып, әлде әзілі ме? Бұл не болды сонда? Аликизет деп 4-ші каналым деп ашқан, бірақ ешқандай видео жоқ. Және де баяғыда айтқан болса, мұнда неше видео салуына болатын еді. Қалай ойлайсыздар достар? Және де мазалайтын басты сұрақ, мына екі қыз кім? Нөмірі 3-ші факт. Ал сіздер Аликизеттің телеграм арнасы бар екен білдіңіздер ме? Білген жоқсыздар көбісіңіз. Ал так оның ең телеграм каналының қашан ашылған қазір іздейік. Сентябрьдің 4-і. Яғни сентябрьдің 4-і өзінің телеграм ресми арнасын ашқан болатын. Онда өзінің фотоларын салады, ешкімде жоқ. Бұл ресми аккаунты өзінің YouTube описаниесінде белгілеп кетеді. Мұнда өзінің архив, баяғы жұмыс орындарын бәрін салып отырады, және де бірақ та бұл күдік тудыратын бір нәрсе, ол соңғы рет сентябрьдің 28-і күні ғана бір постын салған да, одан кейін жоқ, телеграмнан да жоқ болып кетті.
мындай неге олай жасап жүр, әрекет кыла билесиздер, соңғы рет өзүнүн көлүгүнүн арт жагын салыпты. Бирок да одан кийин башка эчтене салмаган экен. Бул ушунда калай, Ал достор, биз 4-нчы фактка да келип жеттик. Міне деп. Міне 4-нчы факт бизде осы, короче. Нурлан Калам мен Аликизит әлі күнге дейін дос ба, калай ойлойсуздар? Нурлан Калам өзүнүн Telegram каналында Аликизиттин записине салган кружкасы жайлы фото жарыялаган болотун. Демек, Нурлан Калам Аликизитке жазылуу подписчик болгон осунда. Өйткені тек тіркелген адамдарға ғана запись уведомление болып келет, ал тіркелмегендерге олай келмейді ғой. Қызық. Бірақ та нақты айта алмаймын олай. Ал енді достар, 5-ші фактымыз. Аликизиттің 3-ші аккаунты бар екенін білеміз. 3-ші аккаунтына кіретін болсақ, новиден келгенде бұны білмейді негізінде қандай аккаунт екен. Бұл аккаунт негізі тікелей Аликизиттің аккаунты емес. Бұл аккаунт негізінде Нурай дейтін қызға тиесілі. Бірақ қыз болғанда ол Аликизиттің әйелі, бірақ та соған тиесілі. Баяғыда осы арна ашылған кезде оны үзбей көретінмін. Ең алғаш ашылған кездерде өзінің өмірін, влогтарын, тамақ істеген видеоларын салатын еді. Бірақ та 100 мың подписчикке жеткеннен кейін Нурайдан Аликизит өзі каналын алып алған болатын. Плейлистіне клик. Міне ең біріншінде осындай видеолар түсіретін еді Нурай өзі айтып. Айнан бірақ та 100 мың подписчик кнопкаға жеткеннен кейін Аликизит бұл каналды өзінің 3-ші аккаунты қылып ашып алды. Негізінде бұл канал Нурай деп аталатын канал еді. Кім білет, кім білмейді, білмейтіндерге айтып жатқаным. Олар ғана білу керек мұны. Осы. Ал достар, енді сіздер Аликизиттің өз стрим емес, өз видеосында оқырмандарынан ақша сұрағанын біліп беріңіз. Каспи картасының сандарын жазып қойып. Ал мен қазір соны көрсететін боламын. Көбісі білмейді достар. Мен бүгінгі видеода көбісі білмейтін, сіздер білмейтін заттарды айтып жатырмын деп ойлап тұрмын. Енді осы күнге дейін білмедіңіздер. Ал енді біліп жүретін боласыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Суши жегісі келіп кетті ғой. Каспиң тастап кетейік астына. Бәрі не қылсын. Сабра жасап па? Суши жейсін, сосын Инстаграмға сал. Достар, міне сіздердің арқаларында суши жеп жатырық деп. Болады жалпы, идея екен. Достар, онда давайте Каспи номерін емес, ана Каспи голдын тастап кетеміз, короче. Жеңгелерін ат шығады. Давайте. Ол видеоның описаниесіне кіретін болсақ, шынымен де видеоны көрген кезде ойын деп ойлап едім, бірақ та шынымен де Каспиін тастап кетіпті. Ал енді бұған не дейміз достар? Каспи голдын тастап кетіпті, бірақ та суши жеу үшін екен, жақсы, оған да көндік. Ал енді достар, осымен видеоның аяғына да келіп жеттік. Бүгінгі видеоның болса менің арнама жазып келейік. Осындай видеолар тағы да шықсын десеңіздер, келесі қандай ютуберге істейін комментке жазыңыздар, бәріне жасауға тырысамын. Қандай қорқынышты жайттар, отсылкалар бәрін табуға тырысамын, бәрін зерттеп. Ал енді осымен видеоны аяқтаймын. Түсінгендеріңіз бойынша осындай видео болды. Ал енді күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар достар.